жапон стиліндегі қонақ үйде міндетті түрде аяқ киімді шешіп кіру керек. Екі түрлі болады. Біріншісі ол йошицу деп айтады. Олар яғни Европа стиліндегі бөлмелер, содан кейін вашицы яғни жапон стиліндегі бөлмелер болып бөлінеді. Оның айырмашылықтары қандай болады? Ол ең біріншісі, яғни татами болады, содан кейін футон болу керек болатын. Бірақ бұл футон дегеніміз, айта кететін болсақ, футон дегеніміз ол кәдімгі біздің көрпешелер сияқты бар ғой, бірақ соның екі есесі және жаңағыдай қалың матрас сияқты болады да, жатқан кезде өте жұмсақ, өзіңді тура бір қалай айтсам, бұлттардың арасында жатқандай сезінесің, иә. Ал мына бөлме вашицу деп аталады, яғни жапон стиліндегі бөлме, бірақ төсек бұл жақта йошицу, жаңағы батыс стиліндегі төсек сияқты. Иә, көріп тұрған кәдімгі төсек, жаңағыдай батыс стиліндегі төсек. Бірақ мына сыртындағы қапшықтары бәрі жапон стилінде, тек қана төсегі ғана батыс стилінде жасалған болады. Сонда бұл бөлме жаңағы жапон стиліндегі және микс десе болады ғой. Батыс стиліндегі бір үйлесімділікті тапқан бөлме. Иә. Сонымен тағы айта кететін болсақ, жапондардың орысша айтқанда практичность дейді ғой. Сонысы өте мықты деп айтуға болады. Мысалы, мына жер бізге кәдімгі қабырға ретінде көрінеді, иә. Бірақ негізі бұл қабырға емес. Бұл не? Мына қараңыздар. Жаңағыдай көрпе төсегі жинайтын шкаф. Осылай. Сонда қабырғаға жаңағы қабырғаның ішінде тұрады. Бір жағынан ыңғайлы, бір жағынан жаңағы заттарында да салып қоюға болады. Жаңағыдай көзге көрсетпей ыңғайлы қылып сақтайсыз осылай. Иә, оның негізгі неге жапондар олай жасайды? Себебі олар минимализмді өте қатты жақсы көретін халық болып табылады. Оларда бөлмелерінде ешқандай артық зат болмауы керек. Бөлмелеріне кіріп қарасаңыздар, ештеңе жоқ сияқты да, бірақ осындай шкафтардың ішінен футондарын жаңағы, яғни біз айтқан алдында матрастарын, барлықтарын осындай шкафтың ішінен алып шығады да, сол кезде бір толық бір бөлме болады. Егер де қаласаңдар ол ұйықтайтын да бөлме болады, немесе ол тамақ ішетінде, зал ретінде, немесе ас үй ретінде де бола бере алады. Және айтып кететін бір жайт, жапондардың жаңағыдай жері кішкентай болғандықтан жан-жақты жаңағы жерді үнемдеуге тырысады. Яғни есіктердің өзі жаңағы орын алмайды. Мысалы, былай қарайтын болсаңыз, мына жерде есік ар жағында жаңағыдай балкон бар. Бірақ жаңағы бұл жаққа үлкен есік жасамай, осылай жаңағыдай кішкентай жерді үнемдеу үшін біздікі сияқты ашылмайды, тек жан-жаққа былай. Иә, ашпайсың, тек қана жан-жаққа жылжиды. Жылжытасың. Мына жақта да мына есікте сондай. Ал кейбір өте ескі әдемі үйлерде мына шоджи деп аталады осы есіктер. Осы есіктерді әдемілеп неше түрлі суреттермен де өрнектеп безендіріп жасайды. Олар да өте әдемі. Сакура ағашының гүлдерімен, иероглифтерімен, түрлі қылып. Мысалы, мына шкафтың сыртыда, төменгі жағы. Жаңағыдай укиё-э стилі сияқты көрмей ма сіздерге? Укиё-э сияқты, иә. Жаңағыдай орысша айтқанда таинственный бір қараңдаршы, мысалы. Дымкасы бар, иә? Енді жаңа жапон елі туралы көп біле бермейтін достарымыз үшін укиё-э деген не екенін түсіндіріп жасаймыз. Укиё-э деген түсіндіруге өте қиын, себебі бұл сурет қана емес, бұл философияда болып табылады. Ол белгілі бір тұманды заттың ішінен, сол тұмандылықтың ішінен әдемілікті көре білу деген мағынаны білдіреді укиё-э деген.
көзге ұрмайтын, иә. Жаңағыдай айта алмайсың да, иә, жеткізе соңына алмайсың. дейін жаңағы недосказанность дейді ғой орысша. Жаңағы сол недосказанностьтан бір күшті әдемілік табу деген сияқты мағынада Белгілі бір үйлесімділік көру сол. иә Қалайша айтуға болады. Тұманды заттан, көзің тұманнан көрмесе де, сен өзің соны қалай воображение дейді ғой. Сол воображениемен қалай көресің. Бірақ ол шындық емес, бірақ сенің көзіне солай болып көрінеді. Сондай бір қызықты қалай философия деп айтуға болады. Ал мысалы сендер мына суреттен не байқап тұрсыңдар? Маған көзіме андай Жапонның ағаштары болады ғой. Сол ағаштары ана тұманның артынан кейін көрінбей қалған ағаштар болып көрінеді. маған бар ғой мына бөліктері суға ұқсайтын сияқты да, и сол ағаштың көлеңкесі сияқты. Мынау ағаштың көлеңкесі да. Ана ар жағында Жер көлеңке сияқты ма? су жаңағы судың су сияқты. Су сияқты ма? Иә, сол сияқты. Маған білмеймін неге екенін, маған биік ағаштар ар жағындағы аспан сияқты болып көрінеді. Соның бәрі тұман болып тұрған сияқты. Енді әр Иә, әр адамның адамның несіне байланысты ғой. фантазиясына байланысты. Солай, онда жаңағыдай батыс стилі мен жапон стилі жаңағыдай үйлесімін тапқан отельге бірінші тоқтап тұрмыз. Және бізге өте ұнап жатыр. Иә. Өте таза, өте әдемі. Енді қызық бір зат тапқан болады, біз өзіміз таңғалдық. Негізі бұл Жапония ғой, таңғалатын ештеңе жоқ сияқты, бірақ дегенмен Жапония өте суық болғандықтан, олардың осындай жақсы жерлерінің барлықтарында төсек жылытатын әдейі құрылғы болады. Мына жерде тұр. Топқа мынандай пульті бар. Осымен ол кәдімгідей жылытады. Ал мына төсектікі кішкене басқаша сияқты жылытқышы. Мына жерде енді температурасын регулировать ете аламыз. Ақырындатып және қаттыратып. Сондай жылы төсекте қалай ұйықтадың? Жылы төсекте ма? Өте жақсы ұйықтадым. Өзімді керемет сезіндім. Ұйқым жақсы қанып тұр. Иә. Қайырлы таң. Біз таңғы ас ішуге келдік.